Баяғыда жасы 80-ге келген бір шіріген байшал желігіп төртінші әйел алғысы келіпті. Ол заманда жағдайы келген кісілер шариғат бойынша 4 әйел алған екен. Олардың әрқайсының өз атауы болған: бәйбіше, тоқал, жасиыз, аққолтық. Хош, әлқиса, содан іргелес отырған көрші ауылда бір кедей байғұстың әлі қатын ала алмай жүрген 3 ұлы және бірінен кейін бірі уылжып пісіп отырған 2 бойжеткен қызы бар екен. Соны естіп қалың малға 100 жылқы, 1000 қой, 7 тайтұяқ алтын берсем бір қызым берер ме екен деп елші жіберіпті. Елшілер кедейдің үйіне келіп, шалдың сәлемдемесін жеткізіпті. Әке шешелері не дерін білмей қыздарына қарайды. Жасы 19-ға келген үлкен қызы: «Аттама ойбай, тәнімді шал сипағанша құрт жесін одан да» деп далаға тұра қашыпты. 17 жастағы кіші қызы өте ақылды әрі қулау болса керек. «Тәуекел, сол шал осы айтқан қалың малдарын түгел шынымен айдап әкеп беретін болса, мен ол кісіге байға тиемін. Әрі ағаларым да соның арқасында қалың малын төліп қатын алып қалсын» деп келісім беріпті. Уәделі күнде жақындап қызды алып кетуге елшілер қалың малды түгел айдап әкеліпті. Кіші қызды жеңгелері зынзу айтып жылап шығарып салып тұрып: «Айналайын, Еркежан-ай, 80-дегі шалға тиіп қор болатын болдың-ау. Қайтем сенді, тағдыр маңдайына солай жазса» десе, әлгі қыз айтыпты: «Саспаңыздар, мен есесіне әке шешемді кедейліктен құтқардым. Сылтаумен ағаларым да қатын алатын болды. Тәуекел, ол жақта бірдеңе ғып өмір сүрерміз. Ол ауылдың еркектерінің бәрі бірдей 80-де емес шығар» деген екен.